Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Тоқтар Серіковтің «Асыл анам» деген әнін үйренетін боламыз. Бізде как раз бір оқушы үйреніп жатқан еді сол әнді. Бір жағынан соғанда көмек болып қалар. Ал ендеше бастайық. Асыл анам, анам менің тірегім деп әрі қарай кете береді. Ал стандарттық түрде бірінші пернені ұстайсыздар. Қағыс қалай кетеді? Бір төмен, сосын төмен жоғары кетеді. Осы бір төмен жоғары қағызымыз бізде екі рет жасалады бас кезінде. Бұл асыл анам деген сөз. Асыл анам. Одан кейін анам менің деген жері. Бұлай кетеді. Төмен, сосын бас бармақтың бірінші пернені ұстайсыздар. Осылай. Мынаған бір төмен қағыстырып, одан кейін бас бармағын бірді ұстағанда төмен жоғары кетеді. Одан кейін екінші саусақпен үстіңгі екіні ұстағанда дәл төмен жоғары кетеді. Сонда? Сосын анам менің деп осыған келгенде сол менің дегенге дейін қаласыздар міне. Төмен жоғары, сосын тағы да төмен жоғары кетеді міне. Толығымен сол бір қағыз осында қалады міне. Осы жерге ойнасақ міне. Асыл анам менің. Егер әуенмен асыл анам менің тірегім деген жері, егер аккордқа сүйенетін болсақ, дұрыс аккордқа, онда тірегім деген жерінде бірінші пернені бірге ұстайсыздар параллельно. Тірегім, төмен жоғары екі рет ойналады екен. Тірегім дегеннен бастап санайтын болсақ, онда бұл қағыс, жаңа қағысымыз үшке дейін кетеді екен. Бұл қағысымыз деп айтып атқан жерім, бұл анау басындағы алғашқы қағыс, төмен, сосын төмен жоғары деп. Сол қағысты жаңа общий айта салам, бұл қағыс деп. Ары қарай, әнге бөлеп деген жері. Әнге бөлеп, мына екеуін ұстайсыздар. Бұл бізде дұрыс аккордты беретін жері. Әнге бөлеп деп, негізі әуен былай ойналады. Мен аккордқа сүйеніп дұрыс болсын деп сіздерге осы жер оңай түрін көрсетіп жатырмын. Екінші ұстайсыздар, төрт міне. Әнге бөлеп, төмен жоғары екі рет ойналады. Әнге бөлеп. Ары қарай тағы да бас бармақпен бірінші пернені ұстаймыз, төмен жоғары қалады. Есіміңді, сосын тағы да жүремін. Мен дегенге ашылады міне. Қосқанда әнге бөлеп, есіміңді жүремін. Ары қарай мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің деген жері. Мейірің, мына бірінші пернені тұра ұстады. Мейіріңе деп, бұл не деп кеткен кезде мына екінші мен төртке барасыздар. Бұл былай болады, қараңыздар. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің дегенде бірге көтесіздер. Мен қағысты көрсетіп түсіндіріп отқан жоқпын, өйткені сол бір қағыс. Оны таки өздеріңіз түсініп алған шығарсыздар. Главное уже ары қарай қағыс туралы айтпай, мен бұлмен түсіндіріп отырамын, қараңыздар. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің дегенде қайтадан бірге келеміз. Ары қарай бірінші пернені ұстайсыздар, бас бармақпен әлемдегі әсем сұлу гүлдерің дегенге үсті ашылады. Қайталанады. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің әлемдегі әсем сұлу гүлдерің. Ары қарай екінші шумақ еді. Енді мен толық үйреніп алған шығарамыз. Енді басынан бастап кәдімгідей
бүкіл буынын бір қайталап өтеге бүкіл үйренген жерімізді басынан қараңыздар міне. Асыл анам, анам менің тірегім. Иә, асыл анам, анам менің тірегім. Әнге бөлеп есіміңді жүремін. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің, әлемдегі әсем сұлу гүлдерім. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің, әлемдегі әсем сұлу гүлдерім. Оп оңай, иә? Енді егер дуэтпен орындайтын болсаңыздар, онда бұған екінші дауыс қосылады. Егер ең алғашқы нұсқасын тыңдасаңыз болсаңыздар, ол кезде бұл домбырамен орындалған ән еді. Одан кейін Тоқтар Серіков эстрадаға шығарды. Бірақ эстрада айтылғанда Тоқтар Серіков өзінің ұлы ма біру қосылады шатаспасам. Сонда ол екінші дауысты айтып тұрады. Енді біз сол домбырадағы екінші дауысын ойнаймыз, үйренеміз. Қараңыздар, бұлай кетеді, иә? Асыл анам, анам менің тірегім. Ауызбен бірінші дауысты айтып тұрасыздар, тартқанда екінші дауысты ойнап тұрасыздар. Қараңыздар. Ең алғаш әуен кәдімгідей асыл анам дегенмен басылады міне. Желательно дұрыс болар астыңғы шегін ойнасаңыздар. Егер бірге ойнайтын болсаңыздар, онда өздеріңіз білесіздер. Қараңыздар. Астыңғы алтыншы перне ұстайсыздар. Мынаған төмен қалады екі рет. Сосын 9-ға барасыздар. Сосын 9 и 8 үсті кетеді. Сосын қайтадан алдыға ересің. Осылай болады. Асыл анам, ағарай, анам менің деген жерге екінші дауысы. Анам менің тірегім деген. Бұлай кетеді. 6 тағы да, сосын 8, екі рет төмен, төмен жоғары, одан кейін 9. Сосын төмен жоғары 9-ға тоқтайсыздар. 9-да төмен жоғарғы тоқтаған кейін, сосын толығымен бір қағыс жасайсыздар. Төмен, төмен жоғары. Сосын та-та-та-та-та. Кейін 8-ге барасыздар. Төмен, жоғары. Кейін 6 барасыздар. Одан кейін 5. Қосқанда. Басынан баса ойнайтын болсақ. Асыл анам, анам менің тірегім. Әрі қарай 8-ден ойнайсыздар. Әнге бөлеп деген жері. 8. Төмен, жоғары қағат. Сосын 6. Төмен жоғары. 5. Төмен, жоғары. Осылай. Ары қарай келесі. Дәл 5-тен басылады. Бір қағыс төмен. 6 төмен жоғары. 8 төмен жоғары. Кейін 9. 9-ға келгенде. Төмен жоғары. Кейін 8-ге төмен жоғары. Одан кейін 6 төмен жоғары и 5. Төмен жоғары и. Бұнда бітеді. Қосқанда. Әнге бөлеп. Одан кейін есіміңді жүремін. Міне. 5, 6, 8, 9, 8, 6, 5, 6. Қиын негізі бірден қағып болу. Бірақ үйреніп аласыздар. Ары қарай мейіріңе ұқсап тұрам деген жер. Мейіріңе ұқсап тұрам деген жері міне. Төмен 6, 8 2 рет, 9 2 рет, кейін 11.
аха. Мейірің. Сосын 11-ге толық қағылады. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Кейін қайтадан 9 сол 11-ден төмен қағасыз. Төмен, төмен, жоғары қағылады. Толығымен 11-де. Сосын 9 төмен, жоғары. Кейін 8 толығымен қағылады. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осы жерге не істейін кәне? Мейіріңе толық қағылды. Одан кейін ұқсап тұрам. Толық бітті мұнда. Сосын бір сенің деген жері 6-дан басталады. Төмен, төмен, жоғары. Кейін 8 төмен, жоғары. 9-ға толығымен қағылады қағыз. Бір сенің. Сосын әлемдегі деген жері 8-ге төмен, төмен, жоғары. Кейін 6 төмен, жоғары. 5 толығымен қағылады қағыздар. Одан кейін содан бастайсыздар қайдан 5-тен бір төмен қағылады. Кейін 6 төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары 6. Кейін 8-ге төмен, жоғары. Одан кейін 9-ға толық қағылады. Әлемдегі әсем сұлу. Иә, мына 9-ға келгенде толық қағылмайды. Төмен, төмен, жоғары қағылады. Кейін төмен, жоғары 8-ге қағылады. Осылай болады. Сосын 6 төмен, төмен, жоғары 6, 5 төмен, жоғары. Қайтадан 6-ға келесіздер, толық қағылады. Әлемдегі әсем сұлу гүлдерің. Міне осылай, егер қазір басынан бастап көрсетемін, барлығы түсінікті болсын, барлығын бірге толығымен екінші дауысын ойнап тұрып өздеріңіз орындайтын болсаңыздар, онда әдемі естіледі. Қараңыздар міне. Асылынан анам менің тірегім, әнге бөлек есіміңді жүремін. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің, әлемдегі әсем сұлу гүлдерің. Мейіріңе ұқсап тұрам бір сенің, әлемдегі әсем сұлу гүлдерің. Міне осыны бір домбырашы үйреніп олса, екінші дауысын, екінші домбырасы алдыңғы бірінші дауысы үйреніп олса, бірге қосылып орындасаңыздар, өте әдемі шығады. Міне осы және өзімнің оқушыма да осы екінші дауысты үйреніп алсын деп кеңес беремін. Келесі кездескенше.